Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі оқу қызметіміздің тақырыбы күзгі орман. Оқу қызметіміздің мақсаты табиғаттағы өзгерістер туралы балалардың түсініктерін қалыптастыру. Жапырақтардың түсінің өзгеруі, жемістердің пісуі, адамдардың күзгі еңбегі туралы түсініктерді қалыптастыра отырып, қылқаламмен және бояумен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру. Оқу қызметімізді шаттық шеңберімен бастаймыз. Бақшамызға барғанда жолыққан бар жандарға ерте мен ақпейілмен қайырлы таң деймін мен. Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Я, дұрыс айтасыңдар, күз мезгілі. Күз айларын атап беріңдерші. Өте дұрыс. Бәріміз бірге қайталайық. Қыркүйек, қазан, қараша. Ендеше балалар, барлығымыз көзімізді жұмып, күз мезгілін көз алдымызға елестетейікші. Тыныштық сәті. Күз мезгілі. Таңертең ата-анаңызбен балабақшаға келе жатырсыз. Айналаңызға қарасаңыз, ағаштардың жапырақтары сарғая бастаған. Жерде де қызыл-сары жапырақтар төгіліп жатыр. Бір кезде жаңбыр жауып кетеді. Адамдардың кейбіреуі қолшатыр ұстап барады. Ал балалар, көзімізді ашайықшы. Күз мезгілі көз алдарыңа елестеді ме? Қанша күн суық болса да, әр мезгілдің өзіндік бір кереметтері бар екен. Балалар, біз бүгін күзгі орманның суретін саламыз. Ендеше біз бірінші ағаш бұталарынан түсіп жатқан жапырақтарды салып үйренейік. Ол үшін қылқаламды қолымызға ұстап, бояуға батырып аламыз да, сүйкей жағу арқылы суретті салатын боламыз. Ал енді балаларымыздың саусақтары шаршап қалған болса, орнымыздан тұрып, серкіту жаттығуын жасап алайық. Тербеледі ағаштар, алдымнан жел еседі, кіп-кішкентай ағаштар, үлкен боп өседі. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі салған суреттерің өте керемет шықты. Күз мезгілі біздің сүйікті мезгіл екенін дәлелдедіңдер. Балалардың суреттерін аралап көремін. Аяқталған жұмыстарды жинап, тақтаға іліп, көрме ұйымдастырамын. Балаларға ұқыпты, таза жұмыс істеуді үйретіп, қадағалап тұрамын. Сау болыңдар балалар.